Өзбекстан президенті боксшы Израиль Мадримовқа автокөлік сыйға тартты. Чемпион атағын жеңіп алған өзбекстандық кәсіпқой боксшы Израиль Мадримов президенттен бағасы 1 миллиардтан астам соманы құрайтын автокөлікті сыйлық ретінде алды. Бірінші орта салмақта 69,9 келіге дейін дүниежүзілік бокс қауымдастығы нұсқасы бойынша әлем чемпион атағын жеңіп алған Өзбекстанның кәсіби боксшысы Израиль Мадримов Ташкентке оралды. Оны Астананың әуежайында салтанатты түрде қарсы алды. Кездесуге ұлттық олимпиада комитетінің бас хатшысы Ойбек Қасымов, Өзбекстан спорт ардагерлері кеңесінің төрағасы Баходир Мақсетов, ұлттық олимпиада комитеті төрағасының орынбасарлары, Өзбекстан бокс федерациясы басшысының бірінші орынбасары Сәкен Полатов, спортшылар, жанкүйерлер мен бұқаралық ақпарат құралдары қатысты. Израиль Мадримовке президенттің сыйы деген жазуы бар Chevrolet көлігінің кілті табысталды. Президенттің сыйлығы туралы ақпаратты ұлттық олимпиада комитеті де растады. Мадримов 8 наурызда Сауд Арабиясында бұрын жеңілмеген ресейлік боксшы Магомед Құрбановты бос чемпиондық атағы үшін күресте мерзімінен бұрын жеңген болатын.